Шағын қалалардағы жолаушылар тасымалы саласы жолға қойыла бастады. Шығыс Қазақстан облысындағы Серебрянск қаласының тұрғындары бұрын Өскемен мен аудан орталығына жеке таксилермен ғана қатынайтын. Бұл халыққа әсіресе қыс мезгілінде қиын болды. Енді мемлекеттің шағын қалаларды қолдау бағдарламасы арқасында бұл мәселе түпкілікті шешіліп келеді. Жергілікті кәсіпкер Борис Литвинов 16 миллион теңгенің жеңілдетілген несиесіне шағын 3 автобус сатып алды. Ескі автопаркті де жөндеген. Қазір шағын көліктер облыс және аудан орталығына тәулігіне 2 рет үздіксіз қатынап тұр. Ал жақын маңдағы ауылдарға үлкен автобустар жүреді. Мынау бертінде шықты да автобус. Бізге ыңғайлы. Таксиға қарағанда арзан, жаңа автобустар. Елдің бәрі отырады. Халықтар риза, біз де ризамыз. Не в идеале еще взять. Келер жылы тағы 5 автобус алуды жоспарлап отырмыз. Автопарк жаңарып қатынас мәселесі түзелсе шағын қаламыз одан ары дами бермек. Қазір өз қарамағымда 40 адам жұмыс істейді.